Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Байлыбекова Сәуле Картайғанқызы. Сіздермен мектебімізде өткен lesson study зерттеу әдісі бойынша сол зерттеудің нәтижесінде, яғни тақырып аясында рефлексивтік есеп беремін. Бұл оқу мен оқу сапасын жақсарту мақсатында мектеп тәжірибесінде енгізілген lesson study жұмысының нәтижелері. Білім саласын жаңа бағытта дамыту, білім беру жүйесінде оқушылардың оқу жетістігін арттыру және оқыту әдістемелерін жетілдіру мақсатында бұл lesson study'дің беретін пайдасы өте зор болды. Оқыту мен оқу сапасын жақсартуда, яғни сонымен қатар мұғалімнің тәсілін дамытуда бұл lesson study білім сапасын арттыруға, оқытудың тәсілін жақсартуға, сонымен қатар яғни мектебіміздің білім сапасын арттыра отырып, кәсіби шеберлігін арттыруға осы lesson study зерттеуі өз үлесін қоса білді. Енді бұл зерттеу барысында мектепте биылғы оқу жылында lesson study зерттеу координаттары үйлестірушісі мектебіміздің директоры Сидахметова Гүлбарғала Бектібайқызы, сонымен қатар оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Баядилова Ажар Жолдасбекқызы. Бұл кісілер яғни мектепшілік сабақты зерттеуді жүргізілуіне бағыт беріп, шығармашылық топтардың жетекшілік міндетін атқарады. Сонымен қатар 4 топта, яғни топ басшылары сайланып, осындай 4 топ мектебімізде зерттеу тобы құрылды. Бұл биылғы оқу жылында, оқу жыл барысында, яғни зерттеумен айналысқан мұғалімдердің санына келетін болсақ, 18 мұғалім сабақ зерттеумен айналысып, мектеп ұжымының 19%-ын көрсетіп отыр. Мектептегі зерттеудің тақырыбы бұл өткен оқу жылындағы мектептің свод талдауы дейміз ғой, мектептің есебінде свод талдау нәтижесінде мектепте анықталған проблемалар мен олқылықтарды шешуге қатысты ұсынымдар ескерілген болатын. Осы ұсынымдарға ескере отырып, біз яғни бүгінгі осы оқу жылындағы 1-2 тоқсандағы зерттеудің тақырыбы анықталды. Бұл жалпы мектептегі білім сапасын арттыру мақсатында оқушылардың оқуын жетілдіру, мұғалімдердің табысты сабақ жүргізу дағдысын дамыту тақырыбы алынды. Және ондағы ұсыныстарды айтатын болсақ, әдістемелік нұсқаулықтар мен авторлық бағдарламалар жазуды қолға алу, үздік тәжірибе алмасу мақсатында аудандық, облыстық, республикалық көлемінде семинарларға қатысып, өз іс тәжірибесімен бөлісу, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру және білім сапаны арттыру көзделген болатын. Енді үйлестірушілермен қатар осы топ басшыларымен бірлесе отырып, біз мектебіміздің білім сапасын қалай арттыра аламыз. Ол үшін біздің мектебіміздегі 1-90 бойынша білім сапасының көрсеткішіне талдау жасадық. Осы талдаудың нәтижесінде 2-4 сыныптар арасында 50-ден төмен пайызды көрсетіп отырған 4-ші В сыныбы анықталды. Келесі 5-9 сыныптар арасында 6-шы В сыныбы, 8-ші Г және 9-ші В сыныбындағы білім сапасының пайызы 50%-дан төмен көрсеткішті көрсетіп отыр. Атап айтатын болсақ, 6-шы В сыныбында 43%, 8-ші Г сыныбында 50%, 9-ші В сыныбында 49%-ды көрсетіп, төмен көрсеткіштерді көрсеткен осы сыныптармен зерттеу жүргізуді бастады. Зерттеуді қай пәндерге өткізетінімізді анықтау үшін пәндік пайызға тоқтала кетсек, онда қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі және алгебра, геометрия, математика пәндерінде пайыздардың төмен көрсеткіш көрсетілгені анықталды, яғни кестеде көрсетілгендей. Біз осы білім сапаны арттырып, осы сыныптарменен, осы пәндер аясында зерттеу жүргізу үшін алдыменен үйлестіруші тарапынан 3 сессия қарастырылды. Бірінші сессияда бұл 28-ші қазан күні өткізілді. Зерттеудің басты мақсат міндет күтілетін нәтижелерін жоспарлап, зерттеудің ережелерін жүйесін құрдық. Бұл сессия отырысы барысында мынандай мақсат міндеттер көзделді. Мақсат командалық жұмыс арқылы анықталған сыныптарда оқытудың тиімді әдістерін сабақта қолдану арқылы білім сапасын арттыру. Енді осы мақсатқа жету үшін біз мынандай 3 міндетті алдық. Бұл оқытуда сабақ мақсатына сай стратегияларын тиімді қолдануға үйрету, табысты сабақ жүргізу дағдыларын дамыту, сонымен қатар оқушылардың оқу сапасын арттыру үшін ынтымақтастық ортасын
үйрету. Екінші сессия отырысында қаралған мәселе бұл сол сыныптарда, яғни мұғалімдерді пәндерінде төмен пайыз деңгейден көрсетті. Осы сұрақтар төңірегінде зерттеу жүргізіліп отырып, мұғалімдерменен яғни сауалнама өткіздік. Бұл сауалнама осы аталған сыныптарда сіздің сабағыңыздың табысты өтуіне не кедергі болды деген. Яғни осындай сауалнаманы қоя отырып, мұғалімдердің яғни өздері жинастырған кедергілерін анықтай келе, мынандай тақырыптарға тоқталдық. Бірінші 6-шы Б сыныбында қазақ тілі мен әдебиет пәнінде мұғалімдердің яғни өзінің берген кедергілеріне сүйенетін болсақ, сөздік қорының оқушылардың сөздік қорының аздығы, өз ойын жүйелі жеткізе алмауы, баяу жазуы, оқу жылдамдығының баяулығы сияқты осындай кедергілер мұғалімнің сабағына яғни табысты өтуіне кедергі болғаны анықталып, біз яғни мынадай 4 топта жекеленген пәндердегі тақырыптар анықталды. Енді осы 3 сессияны, 2-ші сессиямызды өткізгеннен кейін, біз 2-ші сессияның отырыс нәтижесінде зерттеуге арналған сыныптармен өткізілетін сабақ кестесі құрылды. Бұл 3 цикл аясында өткізілетін сабақтар, яғни күндеріменен қойылып, тақырыптары қойылып, анықталып, яғни сабақтың кестесі бекітілді. Сонымен қатар осы зерттеу аясында кездесулер ұйымдастыру жоспарында апталық аралықта, күндер аралығында 3 цикл бойынша 6 отырыстың өткізілетіні анықталып, кестесі құрылды. Мұғалімдер сонымен қатар іс-әрекетті зерттеу кезеңдерімен танысып, өздерінің отырыс жоспарын ұйымдастырып, сабақтарды құру, сонымен қатар бақылау-талдау картасын жасау, сабақты жоспарлау, зерттелінетін оқушылар туралы мәліметтер, ақпараттарды жинастыра отырып, осы бақылау-талдау картасы құрылып жасалды. Енді цикл аясында, 3 зерттеу аясында сабақтардағы көріністер өткізілген. Бұл 9-шы Б сыныбында геометрия пәнінде өткізілген үшбұрыштар ұқсастығының белгілері тақырыбында өткізілген сабақтар 3 цикл бойынша, орыс тілі пәнінде жүргізілген сабақтар, сонымен қатар қазақ тілі 6-шы Б сыныбында қазақ тілінде өткізілген сабақтар, 4-шы Б сыныбында математика пәнінде өткізілген 3 циклдағы сабақтан көрініс. Енді осы 3 циклды өткізілу барысында сабаққа дейін және сабақтан кейін оқушылармен сұхбат және сауалнама алынды, талдау нәтижесі жасалынды, және Listen Study тобымен бірлесіп сабақ жоспары құрылды, тиімді сабақ жоспары және бақылау зерттеу жүргізілді. Яғни соңында кездесулер барысында зерттелген сабақ аясындағы рефлексивтік есептерменен бөлісіп отырды. Енді біз зерттеуден кейінгі нәтижеге келетін болсақ, осы зерттеуден кейінгі нәтиженің 1-ші тоқсандағы пайызбенен 2-ші тоқсандағы білім сапасының пайызын салыстырар болсақ, бұл Listen Study зерттеу нәтижесі бізге өз үлесінің бергені және білім сапасында ілгерілеудің бар екені анықталды. Яғни нәтижесінде нақты мақсатқа бағытталған командалық жұмыстың нәтижесі аз уақыт ішінде байқалды. Команда мүшелері бірлескен жұмыстың нәтижелі болатынына көз жеткізді. Командалық жұмыстың нәтижесінде, яғни тиімді сабақ жоспарлау және жүргізуді үйренді. Командалық жұмыс бұл мектептің табысты мектеп ретінде өзгеруіне өз үлесін қосты. 3-ші сессия отырысы өткізілді. Бұл отырыста іс-әрекет зерттеуде не үйрендім, не табысты болды, яғни осындай төңірегінде рефлексия өткізілді. Ол рефлексияда біз бұл сессияның отырысындағы басты мақсат табысты оқу құралының таныстырылымын жасату, яғни сол табысты оқу құралын анықтау болатын. Осы жөнінде мұғалімдердің рефлексивтік есептеріне талдауына келе, олардың таныстырылымдарына нәтиже беретін болсақ, бізде 3 негізгі жұмыс өте озық жұмыс ретінде танылды. Бұл жұмыстар және орыс тілі пәніндегі және қазақ тілі сабағында оқушының оқылым жазылым айтылым дағдысын дамыту арқылы функционалдық сауаттылықты қалыптастыру,
оқу құралы, сонымен қатар ойын арқылы оқушының сабаққа қызығушылығын арттыру бойынша мұғалімдер өз іс тәжірибесінде тиімді болған әдіс тәсілдерді және қалай оқушының оқуына әсер ете алатындығы туралы әдістемелік яғни құрал ретінде тапсырмалар жинағын жасап шығарды. Енді осы тапсырмалармен біз үздік тәжірибе алмасу мақсатында аудандық, облыстық, республикалық семинарларға қатысып, өз іс тәжірибесін таратып, бойынша ұсыныс жасалды. Сонымен қатар педагогикалық идеялар фестиваліне қатысып, жүлделі орындарға ие болу туралы ұсыныстар айтылды. Енді мен өзімнің сөзімді Сухомлинскийдің сөзімен аяқтағым келіп отыр. Бұл егер сіз педагогикалық еңбек мұғалімге қуаныш әкелсін десеңіз, күнделікті сабақ беру бір қалыпты жалықтырғыш міндетке айналмасын десек, біз әрбір мұғалімді табысты зерттеуге жетелеуіміз керек деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.